Бәріне сәлем, менің есімім Сағынай Әйкерім, мен Modern Teachers Академиясының 1-ші курс студентімін, және де бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз механикалық жұмыс. Ең алдымен бүгін біз сабақта механикалық жұмыс және қуат, ауыру күшінің жұмысы, үйкеліс күшінің жұмысы, пайдалы әрекет коэффициенті деген тақырыптарды қарастыратын боламыз. Ең алғашқы қарастыратын тақырыбымыз ол механикалық жұмыс. Ең алдымен механикалық жұмыс не екенін түсініп алсақ, механикалық жұмыс дегеніміз белгілі күштің әсерінен дененің орнын ауыстыруы. Яғни, мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, адам мына ойыншық машинаны белгілі бір күшпен S деген белгілі бір орын ауыстыру қашықтыққа тартып тұр. Және де осы формуладан алып шығатынымыз, ол бізде механикалық жұмыстың формуласы F көбейтілген S. Бұл жерде F деген күш, S деген орын ауыстыру. Ол бізде скаляр. Және де көріп тұрғандарыңыздай, бұл суретте бізде орын ауыстыру күштің бағыттас болып тұр. Сол себепті бұл бізде формула А тең Fs деген кейіпті алады. Ал егер де бізде формулада күш пен орын ауыстырудың арасында белгілі бір альфа деген градус болатын болса, онда бізде механикалық жұмыс F көбейтілген S косинус альфа деген кейіпке енеді. Бұл жерде бізде F деген күш, S деген орын ауыстыру, және де косинус альфа дегеніміз осы күш пен орын ауыстырудың арасындағы бұрыштың косинусы болып саналады. Осы жерде біздің көріп тұрғандарымыздай, механикалық жұмыстың белгіленуі бізде А әрпімен белгіленеді, және де ХБЖ бойынша оның өлшем бірлігі ньютон көбейтілген метр, яғни джоульға тең. Осы формулаға бір қарапайым мысал келтіретін болсақ, бала шананы белгілі бір күшпен белгілі бір орын ауыстыруға тартса, онда бізде механикалық жұмыс пайда болады. Және де ол механикалық жұмысты біз осы күшпен арасындағы бұрыш арқылы Fs көбейтілген косинус альфа деген формула арқылы таба аламыз. Ал ендеше қарапайым мысал шығаратын болсақ, бізде берілгені жұмысшы қорапты 10 ньютон күшпен 60 градус бұрышта 5 метрге тартты дедік. Ең алдымен берілгенін жазып алсақ, бізде тарту күші 10 ньютон дейді. Бұрыш 60 градус. Және де орын ауыстыру 5 метрге тең дейді. Бұл жерде бізде жұмысшы қорапты белгілі бір бұрышпен тартып жатыр, яғни көлбеулікпен. Сол себепті бізде формула А тең Fs косинус альфа деген формуланы қолданамыз. Бұл жерде бізде F дегеніміз 10 ньютон, көбейтілген S 5 метр, көбейтілген косинус 60 градус. Косинус 60 бізде 2-ден 1-ге тең, яғни 50 бөлінген 2-ге. Бізде жұмыс 25 джоульға тең. Ал ендеше ауыру күштің жұмысына келетін болсақ, белгілі бір дене горизонтал жазықтықта жататын болса, оны астына қарай ауыру күші F тең mg деген формуламен тартады. Бұл жерде m дегеніміз дененің массасы, және де g деген еркін түсу үдеуі. Ол бізде 9,8 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Осы жерден біз ауыру күшінің жұмысын табатын болсақ, белгілі бір дене қандай да бір горизонтал жазықтықтан қандай да бір h деген биіктікпен ілініп тұратын болса, немесе оны біз вертикал жоғары лақтыратын болсақ белгілі бір денені, онда бізде ауыру күшінің жұмысы атқарылады. Оның формуласы А тең плюс минус mgh. Осы жерде бізде көргеніміздей m деген дененің массасы, g деген еркін түсу үдеу, және h деген осы лақтырылған немесе ілініп тұрған биіктік. Осы жерде көріп тұрғандарыңыздай бізде плюс-минус деген таңбалар бар. Ол нені білдіреді? Егер де бізде ауыру күші мен биіктіктің бағыты бағыттас болса, онда бізде ауыру күшінің жұмысы плюс болады. Ал егер де біз вертикал жоғары затты лақтыратын болсақ, және де оның ауыру күші әрине де төмен қарай әсер етеді, онда бізде олар бағыты қарама-қарсы болады да минус деген таңбаға ие болады. Осы жерде бір қарапайым мысалды да шығарып көретін болсақ, ең алдымен берілген жазып алатын болсақ, бізге айтады, көтергіш 200 кг жүкті 3 метр биіктікке тік жоғары көтерді. Ауыру күшінің жұмысы нешеге тең дейді. Бізде бұл жерде масса
200 килограмм, H-тен 3 метр, және де білуімізше еркін түсуде ол тұрақты 9,8 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Енді бұл есепті шешетін болсақ, бізде ауыр күштің жұмысының формуласы mgh, көтергіш жүкті 3 метр биіктікке тік жоғары көтерді дейді. Яғни бізде вертикал жоғары көтеріліп жатыр. Сол себепті бізде жұмыс минус таңбамен болады. 200 килограмм ХБЖ-мен көбейтеміз 9,8, көбейтеміз 3-ге. Бұның мәні Бұның мәні 5880 джоульға тең болады. Ендеше кеттік ары қарай. Енді біздің қарастыратын тақырыбымыз ол үйкеліс күшінің жұмысы. Ең алдымен біз үйкеліс деген не екенін түсініп алсақ. Белгілі бір денеге бізге әртүрлі күштер әсер етеді. Осы жерде мысалы бізге әсер ететін тірек күші, астына ауыру күші әсер етеді. Мына жақта плюс болып оңға қарай тарту күші әсер етсе, үйкеліс күші әрдайым тарту күшіне қарама-қарсы, яғни минус таңбамен қарама-қарсы бағытта жүреді, әсер етеді. Осы жерден біз үйкеліс күшінің формуласын алып шығатын болсақ, мю көбейтілген n дейді. Мю деген бұл жерде бізде үйкеліс коэффициенті, ал n деген бізде реакция күші. Мысалы, дене бір горизонтал бетте жататын болса, онда бізде реакция күші ауыру күшіне қарама-қарсы болады да, екеуі теңеседі. Дәл осы ситуацияда бізде сонда үйкеліс күшінің мәні мю mg-ға тең болады. Ал енді үйкеліс күшінің жұмысына келетін болсақ, мына жерде қате кетіп қалыпты. Ол бізде А әріпімен белгіленеді. Және де бұл жерде бізде орын ауыстыру қосылады. Яғни көбейтіледі. Мю көбейтілген реакция күші көбейтілген қандай да бір жүрген жол. Егер осы жерде ескеріліп кететін зат, үйкеліс күші тарту күшіне қарама-қарсы болғандықтан, ол әрдайым минус болады. Яғни теріс таңбалы болады. Сонда бұл формулада да минуспен жүреді. Және де осы жерде ескеріп кететін бір зат, бізде реакция күші әрдайым mg-ға тең болмайды. Егер де бізде зат қандай да бір көлбеу жазықтықта жататын болса, ендеше бізде осы елестететін болсақ, әсер ететін реакция күші мен ауыру күшінің арасындағы белгілі бір альфа градусы ескерілетін болады. Ол бізде осы градустың косинусымен есептеледі. Яғни бізде жұмыс мынандай кейіпке енеді. А тең mg косинус альфа көбейтілген мю. Бұл бізде грек тілінен мю деп жазылады. Енді тағы бір тақырыпты қарастыратын болсақ, механикалық қуат. Механикалық қуат дегеніміз жұмыстың шапшаңдылығын сипаттайтын шама болып табылады. Ол бізде n деген әріппен белгіленеді. Және де шатаспаңыздар, n деген әріппен қуат тек механикада ғана белгіленеді. Ал тоқ тақырыбында болатын болса, ол бізде p болады. Ал енді осы жерде бізде формула n тең a бөлінген t. A дегеніміз жұмыс, ал t дегеніміз осы жұмыстың атқарылған уақыты. Яғни жұмыстың шапшаңдылығы. Бізде A әртүрлі мәнге ие болуы мүмкін. Егер ол ауыр күшінің жұмысы болса, mgh болады. Егер де үйкеліс күшінің жұмысы болса, μ, mg, s болады. Бөлінген t деген сияқты. Және әрі қарай солай. Осы жерде біз
бұл формуланы бір басқаша ашатын болсақ, А дегеніміз бізде механикалық жұмыс қой. Оның формуласы Fs бөлінген Т. Осы жерде не көріп тұрмыз? Бізде S пен Т, S бөлінген Т, яғни V деген жылдамдықтың мәнін береді. Сонда бізде қуаттың жаңа формуласы пайда болады. FV. Осы жерде бізде көріп тұрғанымыздай қуаттың белгіленуі N әрпімен, және де өлшем бірлігі джоуль бөлінген секунд, яғни ватт. Ал енді осыларға бір есептер шығарып кететін болсақ, бізде үшінші мысалда айтады. Эскаватор 60 кг салмақты адамды 3 метр биіктікке 6 секунд ішінде көтерді. Орташа механикалық қуатты табыңыз дейді. Бізде еркін түсу үдеуін 10 метр секунд деп алсын дейді. Ең алдымен берілгенін жазып алайық. Масса 60 кг, H-тен 3 метр дейді. Уақыт бізде 6 секунд. G-тен 10. Бізде жаңағы айтып кеткендей қуаттың формуласы А бөлінген Т. Бұл жерде бізде жұмыс көріп тұрғандарымыздай ауыр күштің жұмысы болып табылады. Сол себепті бізде формула mgh болады, және де бөлінген Т. М бізде 60 кг, көбейтілген 10, көбейтілген H 3 метр. Бөлінген уақыт. Уақыт бізде 6 секунд. Осы жерден қысқартатын болсақ, 2, 5, бізде 300 ватт деген жауап шығады. Енді бізде келесі қарастыратын тақырыбымыз пайдалы әрекет коэффициенті. Қысқаша айтқанда пәк. Пайдалы әрекет коэффициенті дегеніміз пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасын айтамыз. Яғни бұл жерде бізде пайдалы әрекет коэффициенті этта деген әріппен белгіленеді. Грек әрпінен этта деп жазады. Және де оның формуласы пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасы. Немесе бұл жерде біз формуланы басқаша жаза аламыз. Пайдалы қуаттың толық қуатқа қатынасы. Көбейтілген 100% деп. Осы жерде айтып кететін бір ерекше зат, бізде пайдалы әрекет коэффициенті әрдайым 1%-дан жоғары және де 100%-дан кем болады. Осы екі шаманың арасында жүреді. Одан артық не кем болмайды. Ең алдымен пайдалы жұмыс немесе пайдалы қуат дегеніміз не? Пайдалы жұмыс дегеніміз ол механизмнің өзінің жасаған жұмысы. Яғни өзінің толық белгілі бір іс-әрекетке жасаған жұмысы. Барлық, мысалы, оның кетірген энергиясы, жасалынған жұмысы, жеткен нәтижесі барлығы қосылған кезде бізде толық жұмысты құрайды. Ал пайдалы жұмыс дегеніміз механизмнің қозғалысының есебінен жасалатын және де белгілі бір нәтижеге жететін жұмысты пайдалы жұмыс деп атаймыз. Яғни бұл жерде бізде нәтиже болады. Және де пайдалы жұмыс әрдайым толық жұмыстан азырақ болады. Мысалы, есеп шығарғанда біз осылай ажыратып орын-орнына қоюды түсінсек болады. Ал енді осыған есеп шығаратын болсақ, бізде төртінші мысалда былай дейді. Пәгі 70% және двигателінің қуаты 9 кВт кранның массасы 5 тонна жүкті 20 метр биіктікке көтеру уақыты. Яғни бізден сұрап тұрғаны ол уақыт. Ал енді мен қайтадан берілген жазып алайық. Бізде этта тең 70%. Оны біз ХБЖ-ға келтіретін болсақ, яғни санмен жазатын болсақ, 100%-ға бөлсек 0,7 деп аламыз. Двигателінің қуаты дейді. Қазір көреміз, бұл пайдалы қуат па, толық қуат па? 9 кВт деді. Кило дегеніміз 10-ның 3-ші дәрежесі. Масса 5 тонна. Тонна деген бізде 10-ның 3-ші дәрежесі. Килограмм. Және де H бізде 20 метр дейді. Ал енді шешім жазатын болсақ, берілгеніне қарасақ, бізде айтады, пәгі 70% және двигателінің қуаты 9 кВт кран дейді. Яғни, двигатель дегеніміз ол механизмнің өзінің жасайтын жұмысы. Яғни, ол бізде бұл жерде толық жұмыс болады. Толық қуат болады. Кешірім сұраймын.
Енді осы жерден қарастырайық. Пәгі 70% және двигательдің қуаты 9 киловатт кран дейді. Яғни двигатель болса, бұл бізде механизмнің өзінің толық қуаты болып табылады. Сондықтан біз бұл жерге формула бойынша пайдалы бөлінген толық көбейтілген 100% ғой. Осы жерден бізге толық қуатымыз 9 киловатт болса, пайдалы қуатты тауып алу керек. Пайдалы қуат дегеніміз түрлендіргенде это көбейтілген толық қуат. Это бізде 0,7 көбейтілген 9 оның 3-ші дәрежесі. Бұл бізде 6-да 3 көбейтілген 1000 болса 6300 ватт болады. Енді бізге айтады, осы пайдалы қуат массасы 5 тонна жүкті 20 метр биіктікке көтеру уақыты дейді. Осы пайдалы қуатты қолдану арқылы біз қазір соны табамыз. Бізде қуаттың формуласы қандай? Жұмыс бөлінген Т ғой. Осы жерден біз Т-ны түрлендіріп алсақ, жұмыс бөлінген қуат. Бұл жерде біздің жағдайымызда пайдалы қуат болады. Ал жұмыс дегеніміз бұл не? Бізде көтеру болып жатыр, яғни бізде ауыру күшінің жұмыс атқарылып жатыр. Сонда бізде МЖH бөлінген пайдалы қуат. М бізде 5, оның 3-ші дәрежесі көбейтілген G 10 деп алсын делінген. H бізде 20 метр дейді. Ал жаңағы тапқан пайдалы қуатымыз 6300 ваттқа тең. Енді есептейтін болсақ, нөлдер кетеді. 10-ның 4-ші дәрежесі бөлінген 63-ке. Бізде 158-де 7 жоқтап алғанда 159 деген жауап шығады. 159 секунд. Керемет. Ал бізде осы барлық тақырыптарды толыққанды қамтитын есеп. Енді бізде алғашқы сұрап тұрғанымыз тарту күшінің жұмысы. Бізде тарту күшінің жұмысы А деп белгіленеді, және де формуласы Fs. Және де 30 градус бұрышта оны тартты дейді. Сол себепті бізде косинус альфа қосылады бұл жерге. Көбейтіледі яғни. Ал бізде осы формула бойынша F дегеніміз тарту күші, яғни 50 ньютон. Көбейтеміз 8 метр орын ауыстыру, және де көбейтеміз косинус 30 градусқа. Бізде косинус 30 градус жоқтап алғанда 0,87 деген мәнге ие. Көбейтеміз 50, және көбейтеміз 8-ге. Осы жерден шығарсақ, бізде мәніміз 346 жоқтап алғанда, осы айға берсек болады, 346 джоуль болады. Ал бірінші мәніміз табылды. Екінші мәнімізді тапсақ, үйкеліс күшінің жұмысын тапсын дейді. Бұл бізде қайтадан жұмыс А деп белгіленеді. Үйкеліс күшінің жұмысы бізде нью Fs болған еді. Мю дегеніміз 0,15 көбейтілген F бізде тарту күші көбейтілген S. Бұл жерде тағы ұмыт кеттім, бізде дене 30 градус бұрышта жоғары бағытқа тартады. Яғни бізде тірек күші мен ауыр күшінің арасында градус бар. Сол себепті біз косинус аламыз. 50 көбейтілген 8 көбейтілген жаңағы косинус 30 градус. Жаңағы тапқан мәнімізді 0,15-ке көбейте салсақ, бізде үйкеліс күшінің мәні шығады. 0,15-ке көбейтсек, бізде жоқтап алғанда 52 джоуль деген мән шығады. Бұл бізде үйкеліс күшінің жұмысы. Ал ендеше бізде қалғаны қуат пен пәкті табу. Ең алдымен қуатты табамыз, ол N деп белгіленеді. Формуласы жұмыс бөлінген уақыт. Бұл жерде бізде жұмыс тарту күшінің жұмысы
ол бізде бағана тапқанымыздай fs косинус альфа бөлінген уақыт. Бұның мәні бағана тапқанымдай 347 джоульға тең бөлінген 6 секунд. 347 джоульді 6-ға бөлсек, бізде жуықтап алғанда 58 ваттқа тең болады. Және соңғы есеп, ол бізде пәкті тапсын дейді. Это тең бізде жұмыспен болғандықтан пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөліп, оны 100%-ға көбейтеміз. Осы жерде бізде бағана айтып кеткеніндей, толық жұмыс пайдалы жұмыстан әрдайым үлкен болады. Және де бізде бұл жерде толық жұмысты тарту күші атқарады, және де пайдалы жұмысты үйкеліс күші атқарады. Яғни бұл жерде бізде 347 үйкеліс күшінің мәні бізде 52-ге тең болып еді. Және де оны 100%-ға көбейтеміз. Сонда бізде шығады 15%. Ендеше осымен бітті. Енді кішкене қорытындылай келетін болсақ, біз бүгін 5 мысал есеп және де 4 тақырыпты зерттедік. Ол бізде механикалық жұмыс, қуат, ауыру күшінің жұмысы, үйкеліс күшінің жұмысы және де пәк. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сағынай Әйкерім. Келесі кездескенше.